Жемқорлықты қалай жеңуге болады? Ең бірінші 3 досыңыз түрмеге отырғызыңыз. Сіз не себепті екенін білесіз, және олар да біледі. Экономикалық өсім керек па? Ендеше көршілермен соғыспай, керісінше сауда жасаңыз. Табиғи ресурстар болмаған кезде қалай өркендеуге болады? Сіз көп жұмыс жасап, тек өзіңізге үміт артуыңыз қажет. Бұл даналықтың бәрі 50 жыл бұрын ғана жасанды құрылған, өз ұлты жоқ, табиғи ресурстары жоқ, және жан-жағында қастық қылған көршілермен орналасқан шағын елде дүниеге келген. Сингапурдың болашағына ешкім сенбеді, тек Сингапурдың өзінен басқа. Сингапурда сыбайлас жемқорлықты жеңеді. Мұнда кәсіпті дамыту үшін бизнес әлемдегі ең ірі алпауыт компаниялар келеді. Ал жергілікті халқы жыл сайын бай әрі білімді бола бастайды. Бұл Сингапурдың тәуелсіздік алған сәті. Әдеттегі кедей азиялық мемлекеттердің кейпі. Кедей халық, лашық үйлер неге? Себебі Сингапурда ештеме жоқ, табиғи ресурстар жоқ, біздік сияқты газ, мұнай сияқты тұрақты түрде сататын ресурстар жоқ. Мемлекет жер аумағы кішкентай, тіпті кейбір ірі қалалардың жер аумағына да жетпейді. Шымкент қаласы Сингапур мемлекетінен үлкен. Қиындық туғызатыны ауыз су, тіпті азық-түлік жетпейді. Сол себепті Сингапурдың халқы кедей тұрады. Түсінікті болу үшін жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім көрсеткіші жалпы халықтың кедей немесе бай екенін экономикалық жетістігін көрсететін көрсеткіш небәрі $428 болған. Коста-Рикадан сәл көп, бірақ Ямайкадан сәл төмен. Соған қарамастан Сингапур географиялық тұрғыдан жақсы жерде орналасқан. Сингапур Европадан Азияға баратын теңіз жолында орналасқан. Сол себепті де ағылшындар Шығыс Үндістан компаниясы кезінде сауда-саттық ыңғайлы болу үшін Сингапурды ойлап тапқан еді. Бірнеше ондаған жылдан соң бұл елді мекенде британдық патшалықтың қиыр шығыстағы негізгі сауда портының тірегіне айналдырды. Отаршыл ағылшын билігі Сингапурды тегін порт етіп жариялады, яғни салық салынбайтын портқа айналдырды. Сол себепті Сингапурға көп саудагерлер келе бастайды және порттан көп товарлар өте бастайды. Бірақ екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Британия империясы ақыры құлдырады. Ал колониялар тәуелсіздік ала бастады. Үндістан, Африка елдері, Малайзия және Сингапур. Сонымен бірге үлкен күш кетіп бара жатқан жерде босаған орынды басқа біреу алғысы келетіні анық. Мысалы, көршілермен салыстырғанда Индонезия 100 миллион халқы бар, ал 8,5 миллион халқы бар Малайзия жанында тұр. Олардың көлеңкесінде Сингапур кішкентай, бірде 6 миллион халықпен әлсіз, оның үстіне Сингапурда көптеген экономикалық ахуалдар бар. Тұрғын үй мәселесі шешілмеген, елді мекендерде өңшең лашықтар соғылған, халық арасында жұмыссыздық саны 10% құрайды. Оның үстіне ешқандай сингапурлық ұлт жоқ. Шын мәнінде Сингапурдың халқы сол сәтте 75% қытайлықтар, 12% малайлықтар және 8% үндістер. Сингапурда сингапурлық ұлт байқалмайды. Әлбетте, көпшілік халық Сингапурдың әрі қарай тәуелсіздігін сақтап қаларына күмән келтірген. Бірақ барлығын мына адам өзгерткен. Ли Куан Ю 30 жыл елге билік жасау барысында 1959 жыл мен 1990 жылдар аралығында Ли Куан Ю Сингапурды ең кедей мемлекеттер тізімінен Азия және әлемдегі ең бай мемлекеттер тізіміне қосады. Ол оны қалай жасады? Бірінші қағида: басқалардан көмек сұрамаңыз, керісінше өзіңіз тиімді ұсыныс жасаңыз. 20 ғасырда елдің бәріне керек болған табиғи ресурстың бір түрі бар, ол мұнай. Бірақ есіңізге сала кетейік, Сингапурда мұнай жоқ. Ахуал ма? Жоқ. Шетелдік ірі компаниялар бірінен соң бірі Сингапурға Shell, Exxon сияқты компаниялар келе бастайды. Егер Сингапурда мұнай жоқ болатын болса, олар Сингапурда не жоғалтты дейсіз ғой? Себебі мемлекет ірі компанияларға мұнай өндіруге арналған зауыттарды соғуға өте тиімді ұсыныстар жасады. Сингапурдың орналасуы теңіз жолында болған есіңізде ғой? Соңында Сингапур мұнай өңдеу зауыттарының әлемдік орталығына айналды. Бірақ Сингапур тек мұнай өңдеу зауыттарынан ғана пайда табумен тоқтап қалмады. Ли Куан Ю жазады: біз кез келген жаңа жұмыс орнын құра алатын және адамдарға қаражат бере алатын кез келген жаңа идеяға тырмысып жабыстық дейді. Соның мысал ретінде Сингапурда аса үлкен емес норвегиялық балық аулауға арналған ілмектер шығаратын компанияны да қуана күтіп алды. Соның есебінен жүздеген жаңа жұмыс орындары пайда болды. Әр жыл сайын миллиондаған әртүрлі өлшемдегі ілмектер пайда болды. Бірақ тек ілмектермен күшті экономикалық құру мүмкіндігі төмен екені анық. Сол себепті қалай да болса ірі трансұлттық корпорацияларды елге тарту мақсатына жету үшін арнайы экономикалық дамыту бөлімі құрылды. Бұл бөлім әлем бойынша шетелдік инвесторларды іздеумен айналысады. Және де Сингапур экономикасына қаражат төккісі келетін кез келген корпорацияның сұрақтарын шешуге әрекет жасады. Екінші қағида: үлкен мүмкіндік туғызатын салаға барыңыз салып. 1969 жыл өркениет үшін ең маңызды 3 нәрсе болды. Біріншісі, адам айға қонды. Екіншісі, алғаш рет екі компьютер бір-бірімен қашықтықтан байланыс орнатты, яғни интернеттің алғашқы кезеңі басталды. Және үшіншісі, силикон алқабының инженерлері жұқа пластинада бірінші микропроцессорлы орналастырды. Цифрлық революция басталды.
Бірақ Сингапур бұл серпілісті дәл бір жыл бұрын 1968 жылдың қазан айында Texas компаниясының делегациясымен кездесіп, олар өздеріне пайдалы және ыңғайлы жартылай өткізгіштер мен микроэлектрониканы шығаратын жерді іздеді. Және де бірінші болып Сингапурды ашты. Бір жылдан соң HP, содан кейін General Electric зауыттарын ашты. 10 жылдан кейін компьютерлік бум бүкіл әлемде басталғанда Сингапур ең үлкен микроэлектрониканы экспорттаушылардың бірі болды. Дәл осы сәтте Сингапурда жаңа әлемдік қаржы орталығы пайда бола бастайды. Логика қарапайым, қаржы әлемі ол кезде Цюрихтегі таңғы сағат 9-да ашылатын банктермен оянатын. Одан кейін Цюрихтегі банктер жабылғаннан кейін қаражат Лондонға бағытталады. Лондондағы банктер жабылғаннан кейін қаражат Нью-Йорктегі банктерге бағытталады. Нью-Йорктегі банктер жабылғаннан кейін қаражат Сан-Францискодағы банктерге бағытталады. Ал Сан-Францискодағы банктер жабылғаннан кейін Цюрихтегі банктер әлі ашылмаған. Осы уақыт аралығында әлемдік нарықта ешқандай операциялар орындалмайды. Міне дәл осы уақытта Сингапур осы әлемдік қаражат айналымына әдемі сығыса кетеді. Яғни Сан-Францискодағы банктер жабылғаннан кейін қаражат Сингапурдегі банктерге бағытталады. Ал Сингапурдегі банктер жабылғаннан кейін Цюрихтегі банктер ашылып, тарихта алғаш рет тәулік бойы тоқтамайтын қаражат айналымы пайда бола бастайды. Үшінші қағида: талантты адамдар бұл мемлекеттің ең құнды байлығы. Ли Куан Ю Сингапурды дамыған елдердің талантты азаматтары үшін жәннаттағындай жағдай жасауға барын салды. Әлбетте Сингапурдың теңіз жолында орналасқаны есіңізде болар. Бірақ елде денсаулық сақтау, білім беру, қауіпсіздік, қоғамдық транспорт қозғалысы, қызмет көрсету басқа дамыған елдердегідей, мысалы Англиядағындай болуға жетеді. Шетелдік кәсіпкерлер өз еркімен Сингапурға келіп бизнеспен айналысып, қаражат төгу үшін Сингапурдың халқы өзі соған сай болуға жетеді. Ол үшін халыққа жақсы білім беру, жақсы табыс беру, бұл мәселені шешу үшін негізгі шешім ағылшын тілін бірінші орынға қою болды. Бизнесте де, білімде де. Онсыз мемлекет дами алмайтын еді. Себебі егер жергілікті халық тек Қытай немесе үндіс тілінде сөйлейтін болса, шетелдік компаниялармен қарым-қатынас жасау өте қиынға соғатын еді. Ли Куан Ю айтқандай, барлығы ағылшын тілін оқуға қажет. Туған тіліңіз екінші орында болады. Ағылшын тілі мемлекет үшін екі маңызды сұрақты шешті. Бірінші, ағылшын тілі әртүрлі ұлттарды біріктірді. Екіншіден, ағылшын тілі шетелдік нарықта, бизнесте, дипломатияға, ғылымға, технологияға жол ашты. Тағы Сингапурдың ерекшелігі америкалық компаниялар жақсы көретін жасыл егін атты саясат. Яғни Сингапур университеттеріндегі әртүрлі мемлекеттерден келген талантты білімді студенттерді оқу бітірмей тұрып жұмыс ұсынылды. Әрине көптеген талантты білімді студенттер Сингапурда қалуға ынталы болды. Төртінші қағида: тіпті ең аз билік оны тиімсіз қолдануға ынталандырады. Сингапур жемқорлықты жеңді. Азиялық халықтары жемқорлықты өздерінің дәстүрі етіп алған. Пара беріп, пара алып жақсы көрген. Сингапурлық билікті жемқорлықтан қайтару үшін құзырлы орган пара ретінде, құны бар әрбір затты пара ретінде санаған. Егер сот сенің айлықтан бөлек табыс көзі бар екенін көрсе, мысалы үйің айлығыңа сәйкес келмейтін қымбат коттедждер, автокөлігің қымбат Lexus болатын болса, қымбат қолсағатың болатын болса, тергеуші бұның барлығын пара ретінде санаған. Қымбат дүние мүліктерің сенде пайда болуының өзі бұл сені парамен өміртіріп жүргеннің белгісі ретінде қарастырылатын болған. Үшінші, тергеушілер тек мемлекеттік чиновниктерді ғана емес, чиновниктердің туыстарын, достарын, таныстарын, көршілерін де тексеруге құзыреті болған. Сингапурда жемқорлық үшін айыппұл сомасы өте үлкен. 10 мың сингапурлық доллардан бастап 3 миллион 680 мың теңгеден басталады да 36 миллион теңгеге дейін айыппұл сомасы болады. Жемқорлыққа қатысты ақпаратты жасырып немесе тергеуді жалған жолмен бағыттаған үшін айыппұлға салынып немесе бас бостандықтан айырылуы әбден мүмкін. Біртіндеп мемлекеттің жағдайы жақсара бастағаннан кейін жергілікті чиновниктер пара алып ұсталғаннан гөрі мемлекет берген жоғары жалақыға қанағат етуді жөн көрді. Себебі Сингапурдегі чиновниктердің жалақысы әлем бойынша ең үлкен. Мысалы, қала басшысының жалақысы 45 мың сингапурлық доллар. Теңгемен шаққанда 17 миллион теңге болады. Сол себепті пара алып сотталғанша мемлекеттің берген жалақысына қанағат етіп, ел қамы үшін қызмет жасағанды абзал көрді. Бесінші қағида: мемлекет байлығы мен болашағынан әрбір азаматтың үлесі мен орны бар. Сингапурдың тәуелсіздік алған кезінен бастап ең үлкен ахуалы жеке тұрғын үй мәселесі еді. Елде лашық үйлер көп еді. Сізге түсінікті болу үшін 1961 жыл болған өрттен бір үлкен лашық үйлердің аумағы өртеніп кеткен.
Өрттің кесірінен 16 мың адам үйсіз қалған. Ли Куан Юда оның да шешімі бар еді. Халық үшін сапалы әлеуметтік тұрғын үйлер соғу. Тұрғындар пәтерлерді жалға алмай, жеке меншікке алуға маңызды санаған. Мен біздің қоғам жеке меншік иелерінен құрылған қаладым. Менің ойым, әр отбасы жеке тұрғын үймен иелік ететін болса, елдегі жағдай тұрақты болатынына сенімдімін. Соның есебінен 30 жылда Сингапурда 750 мың пәтер соғылды, және олардың 91% жеке меншікке беріліп, тек 9% ғана жалға берілетін пәтерлер болды. Әлбетте, Сингапур жер жәннатына айналған жоқ. Табыс сомасы көп болған сайын, өмір сүру дәрежесі жоғарылаған сайын, бағалар өсе бастайды. Бүгінгі күнде Сингапурдың ең қымбат қалаларының тізімінде 3-ші орында тұр. Бірінші Тель-Авив, содан кейін бар Париж, содан кейін бар Сингапур. Соған қарамастан Сингапурда жалақы сомасы басқа мемлекеттерге қарағанда жоғары. Көріп отқандағыныздай, Сингапурда ең үлкен жалақы сомасы. Сонымен қоса Сингапур бизнес жасауға ең тиімді шарттары бар мемлекеттердің тізімінде тұр. Сингапурда бизнес үшін төмен салықтар, бәсекелес үшін әділ шарттар, шетелдік бизнес жасауға ниеттенген әрбір азамат үшін ең тартымды елдердің тізімінде тұр. Сол себепті Сингапур әрі қарай экономикалық тұрғыдан дамып өсіп жатыр. Бізде ешқандай табиғи ресурстар болған жоқ. Бізде тек ынталы азаматтар бар еді. Алақандай стратегиялық маңызы бар жерде тұратын. Есіңізде болсын, ең маңызды ынталы адамдар.